Жүректегі мұз 101 бөлімі бүгінгі бөлімі өте қызықты эпизодқа толы болады. Жананның ақшасын ұрлаған Халил мен Хикмет бір қонақ үйде тығылып ас ішіп отыр. Осы кезде білеті Хикметтің Халилден аяғы ауыр екен, бірақ әзірге білдіртпеді. Пирожки жеп отырып лоқсыған кейіп танытты. Ал мұнда Мелек інісі сыңары Ноқтың ауруы туралы барлығы ауруханада сөйлесіп жатыр. Ноқ қатерлі ісікке шалдыққан. Оның емі бар ма жоқ па әзірге белгісіз. Барлығы Ноқты уайымдап Ноқтың қасында сабыр шақырып, бүгін мен қонамын, сендер қайта беріңдер, ертең тағы да келеміз деп барлығы әңгімелесіп жатыр. Осы кезде Сумру да ұлының қасына келді. Ноқ кешірім сұрап жатыр. Сумру өзінің үйіне келгенде артынан Тақсин де еріп келді. Оның ренжіткені бар. Сумру, тоқташы, саған соңғы рет айтарым бар дейді. Осы кезде Сумру тоқтады және қасына келген кезде мен сені бұрыннан бері сүйемін. Сен маған сүюді үйреттің. Тіпті сен менің қасымда жүрсең де саған жақындай алмаймын. Ноқ тәуір болған кезде, емнен жазылған кезде мен сені көзіңе түспеймін деп жылап, тіпті Сумруды қатты сүйетінін айтқан Тақсин көзіне жас алды. Осы кезде Сумру, тоқташы Тақсин, мен сені кешірдім деп екеуі сағызға таласып қалады. Бақытты жұптар, мен үшін өте керемет. Сіздер қалай ойлайсыздар? Тақсин мен Сумру жараса ма? Ал мұнда Халил мен Хикмет ұйықтап жатыр. Бірақ әдеттегідей Хикметтің сұмдығы арамдығы таусылмады. Ақырын ғана оянып, бетін жуып, кешір Халил деп ақшасын алып қашып бара жатты. Бірақ Халилге осал емес. Бірден светті жағып, Хикмет, қайда барасың? Неге кетіп барасың деді. Ал мұнда Асад Эсмадан кешірім сұрап жүр. Эсма болса, мен сені кешірмедім. Сен менен емес, сен өзіңнің бауырларымен ғана татуластың. Мен сенімен әлде татуласуға дайын емеспін дейді. Себебі Асад Эсмаға көрсетпегені қалмаған. Не дерін білмеген, тіпті қалай ақталарын білмеген Хикмет екеуі бір-біріне Халилге қарап отыр. Жанынан ұрлаған ақшасын екеуі де бір-біріне сенімсіздікпен қарап отыр. Ал мұнда Ноқ пен Сибелай бір-біріне қашықтық көзбен қарап екеуі құшақтасып, ендігі алдағы болашақта не боларын білмей аурухана төсегінде ұйықтап кетті. Халил мен Хикмет ақшаның үстіне ақша толы сөмкеге аяқтарын қойып ұйықтап кеткен. Бірінші Халил тұрды, ақырын ғана аяғымен ақшаны тартып әлек болып еді. Хикметтің аяғы жерге тарс етіп құлап оянып кетті. Осы кезде мен жаңа ғана тұрдым деп алдағандай кейіп танытты, ақшалары ортасында. Ал мұнда Мелек ағасының емі бола ма болмай ма деп уайымдап барлығы ауруханаға қайта келді. Бірақ Тақсин мен Жихан ең білікті деген Германиядан ағылшын тілінде сөйлесетін дәрігерді әкелді. Екі дәрігер Ноқтың денсаулығына сараптама жасап, анализ жасап қарап жатыр. Осыдан кейін қаншалықты болуының қауіптілігі немесе емі бар жоғын айтылатын болды. Ал Халил болса ақшасын осы бір жеке жайда жер астында жертөлеге қойып, енді кілтін осы жертөлеге құлыптап жатыр. Екеуінде екі құлып, біреуінде білмейді, екіншісі әркім өзіне осылай сенімділік болу үшін екеуі де осы жерге ақшасын құлыптап қойып қойды. Қарама, сен қарама деп бір-біріне айтып қояды. Менің кілтімді қарама деп. Бунами өзінің шотындағы ақшаның түспегенін және өспегеніне таңғалып телефонына қарайды. Сөйтсе телефондағы программасы өшіріп қалыпты. Қайтадан программасын тартып алған кезде шотында ешқандай ақша жоғын көріп ашуланып кетті. Дереу банкке звондап, алло, менің ақшаларым қайда? 500 миллион ақшам бар еді, бірақ жоқ дейді. Ал мұнда профессор Ноқтың барлық туыстарын жинап алып, Ноқтың басындағы ісіктің қаншалықты қауіптілігін және емделіп кетуге болатынын айтып жатыр. Егер операцияға келіссе, аман қалуы да мүмкін дейді. Сумру қайғырып отыр. Ноқ та қайғырып, бір өлім мен өлімнің арасында отқан күйде кешіп отыр. Мелек қатты уайымдап отыр. Ол сыңарының енді қайтып көретінін көрмейтін. Ал мұнда Жанан жылап жатыр. Өйткені өзінің алданып қалғанын енді ғана сезінді. Телефонмен Халилге қайта шықса да ешқандай хабар алмады. Оңбаған Халил тезірек телефонды алшы деп жылап отқан кезде күйеуі Бунами кіріп келеді. Жанан, сен мені алдадың. Сен мені неге алдадың? Ақшам қайда? Ақшамды тауып бер деп жағасынан алды. Жанан қанша ақталса да білмейді. Бунами ашуланып, мен сенімен ажырасам. Тез киімдеріңді алда кет, көзіме көрінбе деп қатты ашуланып айтты. Жанан жылап қалды. Мен алдаған жоқпын, шын айтам. Қор деп ашты. 40% доллармен дегеннен кейін аштым дейді. Ал мұнда Жиханның досы және Жиханға өлердей ғашық қыз үйіне келіп көңіл айтып кетті. Бірақ барлық жақтырмады. Әсіресе Харика, сен неге келдің? Сен кімсің? Сен ешкім танымайды. Жиханға көңіл айтатын болсаң, көңілін сұрайтын, тез кет, сыйлығыңды тастап кет деп айқайлап мазақтап қуып жіберді. Ал Жанан да ашулап жатыр. Енді қайтпекпін, енді не болады? Мен қалай ажырасам? Ажырасуға болмайды маған. Ақшаны қайдан табам? Қалай алдандым екен деп жылап жатыр. Осы кезде Бунами күйеуі қасына келіп, әлгі иттің нөмірін бер маған, мен онымен өзім сөйлесем дейді. Осы кезде Бунами Халилдің фотосын алып барлық жерден сұрап жатыр. Осы итті маған тауып беріңдер, ол мені ақшамен алдап кетті дейді. Ал мұнда Тақсиннің арманы орындалды. Тақсин енді Шансалан әулетінің барлық жеке жайы, қонақ үйі барлығы Тақсиннің атынан өтті. Жалғасы бар.